Ержан аға, айтарыңыз бар ғой. Ең әуелі армысыздар. Мая ғой, Иә. Құдай кәріліктен басқа дерттің барлығына дауа жаратқан дейді. Сондықтан еркектердің бәріне ренжімеңіз. Бес саусақ бірдей емес, барлығы жақсы болады. Сізде жаман әйел емес екеніңіз көрініп тұр. Енді ер адам мен әйел адамның қарым қатынасына келсек, дүниеде қанша адам болса, сонша неке туралы, өмір туралы пікір бар. Енді мен өз ойымды айтайын. Бұл мәселеге бір жақты қарауға болмайды. Яғни кемшіліксіз адам сүйексіз балықпен тең дегендей, отбасы болған соң ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды. Не болса да ерлі зайыпты бір-біріне кешірімді болу керек. Сосын ер адамның өз міндеті бар, әйел адамның өз міндеті бар. Ердің жауапкершілігі мен отбасын асырайтындай күші болу керек. Ал жалпы ер мен әйелдің арасындағы байланыс сақтап қалатын негізгі факторлардың бірі әйелдің ерден бір саты өзін төмен қою. Яғни әйел қазанын қайнатып, балаларын ойнатып, шаңырағын жайнатып, жалпы үйін нұрландырып тұрса, ол үшін ер тау қопарады. Кез келген мықты ердің артында бір әйел тұрады. Ол Құдай қосқан жары болуы мүмкін, немесе анасы. Сондықтан әйел тіпті ата-енесімен бірге тұрса да, олардың да тілдерін табу керек. Қаншама ақын жазушы ғалымдарымыз әйел жайлы маңызды пікірлерін айтқан. Солардың бірі жақсы әйел жігіттің жақсы қылар жаманын, ұшқыр қылар шабанын. Жаман әйел жігіттің тайдырады табанын, тар қылады заманын дейді. Дегенмен әрине еркектің ішімдікке немесе құмар ойындарға салынып, басқа да жабан әдеттерге бой алдырып, үйінің берекесін қашырған мен қолдамаймын. Яғни еркек ер деген атына сай болып, ісімен, мысымен ерекшеленіп тұру керек. Кейбір әйелдер енді әртүрлі жағдай болады ғой. Жоқшылыққа шыдамайды, енді біреулері байлықты көтере алмайды. Сондықтан сабыр сақтаса, барлығы жақсы болады деген ойдамын. Қазақтың өзі айтады, жақсы әйел жаман еркектің өзін ер қылады дейді. Сондықтан аман болыңыз, мойымаңыз, өмір деген қызық қой. Енді менің өзімнің түсінгенім, қазақтың жолымен жүреміз ғой, редакторларға да риза болып отырмын, күйеуімді қайтарғым келеді деп алыпты тақырыпты. Бұл да бір қазақы қазығының қағылғаны. Енді ойымды өлеңмен түйіндегім келіп тұр. Өмір жайлы білгенім, бірде шаттық, бірде мұң. Туыс досым қасымда аман есен жүргенім, өмір жайлы білгенім, құстай ұшқан күндерім, ай мен күнде екен ғой жылағаным, күлгенім, өмір жайлы білгенім, арманым мен біргемін, көңіл нәзік гүлмедің, үміт неткен нұрлы едің, өмір жайлы білгенім, ештеңені білмеуім, кетеміз ау бір күні, келтір алмай күрмеуін.